Айол адам ұйқысы қанбағанда не істеу керек? Енді әркімнің өз тәсілі бар шығар, бірақ мен таза ауада серуендесем, ұйқым шайдай ашылады. Негізі күні бойы сергек жүру үшін ұйқыны қандырған дұрыс. Кейбір адамдар мұндай жағдайда энергетикалық сусындар ішеді екен. Мысалы, олардың қатарында мен де бармын. Жолға шыққанда, түнде жұмыс істегенде ұйқымды ашатын дәл осы сусын. Олай болса, ұйқымды ашатын осы сусынның қаншалықты зиян екенін әріптесіміз дайындаған сюжеттен көрейік. Қазір энергетикалық сусындар кез келген дүкен сөресінде қаптап тұр. Әлемде 70-ге жоқ елдің халқы оны ішеді. Тіпті жолда жүрсек те, шөлдесек те осы сусынды ішуге құмарақпыз. Тәуелдіміз дейміз. Шынымен солай ма? Жоқ, оны мүлде ішпеймін. Былай сергек жүресің, өзіме ұнайды. Осының пайда жағы да бар шығар негізінде. Энергетикалық сусындарды ішпеймін мүлде. Оған қарсымын негізі. Ішпеймін, себебі бұл зиян ғой. Денсаулыққа зиян. Адамды әсер етеді ғой. Бәрі химия ғой. Көргендеріңіздей ішуге қарсы адамдар бар. Ал кейіпкеріміз Ануарбек көп жұмыс істегенде сергіткіш сусынды ішуді әдетке айналдырған. Күнде болмаса да күнара бір құтысын тауысады, бірақ зиян деп ойламайтынын айтады. Жұмыс барысында біздер таңертең кейде ұйқы қанбай келеді. Сол кезде одан кейін компьютермен жұмыс болғандықтан көп ішуге тура келеді. Себебі энергия шынымен де пайдасы бар. Пайдасы дегенде ол енді ұйқыны қандырып, кішкене адамның сергек жүруіне, жұмыста бір жақсы көңіл күймен жүруге әсерін тигізеді деп ойлаймын. Ішкенде бір сәтке болса да ұйқыңды шайдай ашатын сусынның саудасы да қызып тұр. Шаршап дүкенге кірген адам оны алмай шықпайтыны анық. Қазіргі кезде бізде сауда жақсы жүреді деп айтуыма болады. Көптеген адамдар келеді. Мысалы, энергетикалық сусындар бізде өте нормально өтеді енді. Олардың бағалары ең аз дегенде 300 теңгеден басталады, ең қымбаты 800-ден аяқталады. Аталған сусынды 18 жасқа толмағандар, жүкті әйелдер, бала емізетіндер ішуге болмайтыны қаптамада жазылған. Құрамы да көзге ұрып тұр. Кофеин, көмірсу, глюкоза, яғни қант. Десек те соған қарамастан ішетіндер жоқ десек артық болар. Ол тек қана ой қабілетін емес, адамның бойына да күш беріп, өзін сергек сезіп, жаңағыдай көптеген жұмыстар бітіре алатындай өзін жаңағы қабілетті болып сезеді. Егерде күнделікті дозасы 400 мг дейін болса, егер 400 мг асып кететін болса, онда кофеиндік интоксикация болады керісінше. Қан қысымы жоғарылауы, бас ауруы, адам беті, мысалы, қолының қызарып кетуі, одан кейін лоқсу, құсқысы келуі, сондай симптомдар алып келуі мүмкін. Зияны міне осы, ал оның мінезді өзгертеді дегенін естідіңіз бе? 2013 жылы Исландияда қызық ғылыми зерттеу жасалған болатын. Ол жерде Исландияда жасөспірімдерді 17 жасқа дейінгі 7500 жасөспірім ішінде ғылыми зерттеу жасалған. Энергетикалық сусынды күніне ең болмаса бір рет ішетін жасөспірімдер, олардың мінезі көп қатыгездірек болады екен, ішпейтіндерге қарағанда. 100 рет естігеннен бір рет көрген артық деген бар емес пе? Біз бүгін энергетикалық сусыннан шағын эксперимент жасап көрейік. Ол үшін біз қадімгі сүтті сусынмен араластырмақшымыз. Міне көргендеріңіздей сүтті демде іртіп жіберді. Бұл біздің ағзамызды улап жатыр деген сөз. Таңдау өзіңізде. Маржан Нүсіпбек, Айтуған Бағланов, арнайы Қайырлы таң үшін.